Ассаламу алейкум. Сіздермен бірге ауылдың жігіті Жәнібек. Бүгінгі контентте көрермендердің сұрауы бойынша, яғни мусатпен пышақ қайрау, яғни мусатты қалай қолданамыз, соны көрсететін боламын. Әуелі шамал мусат туралы айта кетейін. Мусат деген, яғни бірнеше металдардың қоспасынан жасалған егеу тәріздес қайрақ. Яғни мусат аты, кейбіреулер мускат дейді, яғни бұл қате, дұрысы мусат деп аталады. Мусат көбінесе екі түрі болады: керамикалық және металл, яғни болаттан жасалған мусаттар, яғни хромдалған болады, сырты немесе никельденген болып келеді. Ал және керамикалықтарда таза керамика немесе алмазданған болу керек. Алмаз ең қымбаты, сол алмаз мусат деп аталады. Мусаттың басты міндеті, яғни пышақты қайрау емес, пышақтың жүзін түзету, дұрыстау дейді, туралау дейді. Яғни пышақтың жүзін түзету. Мусатқа пышақты, яғни қандай пышақ қайраймыз дегенде, пышақтың темірдің қаттылығы 50 дәрежеден төмен болмау керек. Яғни металлдың қаттылығы дейді, 50-лік болады, 51-52 сөйтіп 60-ға дейін кете береді. Егер де қаттылығы 50-ден төмен болса, яғни мына жүздің темірін жеп қоятын қайраған кезде. Сондықтан 50-ден төмен болмау керек. Сосын мусат пен пышақ бір фирмадан болған жақсырақ. Яғни бізде екі түрлі базардан алған, енді арзан мусат. Бізде Ақтөбеде 1000 теңге тұрады. 1500, 3000 теңгенің мусаттары бар, никель мусаттары бар, жақсы. Солар бір шамаға жетеді. Мусат айтқанымыздай, ол пышақтың жүзін қайрамайды, керісінше пышақтың жүзін түзейді, дұрыстайды. Енді мусатпен қайрауға келейік. Қалай дұрыс мусатты қолданамыз? Қолдану кезінде пышақты қайрау мәселесінде ең дұрыс, ең жақсы әдіс айтатыны міне осы дейді. Яғни мусатты осылай тіреп қоямыз, жоғарыдан қолмен ұстаймыз тіке. Енді пышақты қалай қоямыз? Мынау міне пышақ 90 градуста тұр жүзі. Сосын мынау 45, бізге 45-ің жартысы 22 градус. Яғни 22 мен 20 градустың арасы болса болады. Яғни пышақты ұстаймыз осылай. Түбінен алып, өйтіп түсірген кезде міне жүзінен алып шығамыз осылай. Бір, мынаяқтан 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Яғни қатты баспаймыз не. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Яғни алма кезек қайраймыз, 1 деп, немесе бір жақты 3-тен артық қайрамаймыз. 1, 2, 3. 3-тен артық қайрасақ, бір жаққа не ауып кетеді. Менде қолданылған мусат боласың, мусатта өз желінеді, уақыты бар бұнында. Ең жақсысы осылай. Яғни бір жағына 15-20 рет қайрау. Кейбірлер бұлай қайрайды. Мен өзім, яғни көпшілік бұл әдісті қайрауды яғни құптамайды. Өйткені не дейді? Ертеңгі үшін бір күні дейді, қатты тартып, тіл жібересің дейді, саусағында. Яғни бұл әбден ақыл. Өйткені көбінесе бұлар ет кесуде, мал бөлуде қолданады, күшке салу керек болады, түзету үшін. Сол кезде қатты тайып кетуі мүмкін, сондықтан саусақты кесіп алуы мүмкін. Кейбіреулер бұлай қайрайды. Бұлай кейде ыңғайсыз болуы мүмкін, бұл да не болады. Ең жақсысы осылай қайрау. Егер де бұл видео сіздерге пайдалы болса, лайк басамыз, комментарий, пікір қалдырамыз, жақындарымызбен бөлісеміз, және менің арнама тіркелеміз, жазыламыз. Қазақша контентті қолдап жүрейік.